Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қысқа дейін атылмай сақталатын, өріктен жасалынатын өте оңай вареньенің рецептін ұсынғым келеді. Егер вареньелеріңіз дұрыс шықпай жүрсе, видеоны соңына дейін қарап, сізде осы жолмен жасап көріңіз. Ең алдымен біз өріктерімізді тазалап жуып аламыз. Өрікті суға салып, 2 шай қасық ас содасын және 2 шай қасық алма уксусын қосып, 10 минутқа өріктерімізді суда қалдырамыз. Бұл жолмен біздің өріктеріміздегі көзге көрінбейтін майда микробтардың барлығы тазаратын болады. Міне өріктерімізді тазалап жуып алдық. Одан кейін осылай пышақтың көмегімен ортасын бөліп, ішіндегі дәндерін алып тастаймыз. Барлық өрігімізді осылай тазалап аламыз. Достар, бұл өте оңай жолмен жасалынатын вареньенің түрі. Бір түнге шекер салып қойып қоюдың қажеті жоқ. Бір күнде ғана жауып тастайсыздар. Видеоны соңына дейін қарап, қалай жабылатынын біліп алыңыздар. Міне өріктеріміз тазалап алғаннан кейін отқа қоятын ыдысымызға осылай өріктерімізді қойып шығамыз. Рет-ретімен барлығын тазалап қойып аламыз. Достар, вареньелеріңіз атылмай жақсы шыққанын қаласаңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Міне осылай барлығын ретпен қойып аламыз. Тағы да отқа қоятын ыдысымызға 1 килограмм шекер, оның үстінен 700 мл су құямыз да отқа қойып, шекеріміз ерігенше отта қайнатамыз. Міне бізде бастапқыда осылай болып тұрады. Қайнай бастағаннан кейін араластырып тұрамыз міндетті түрде. Міне осылай шекеріміз жоқ болып кетуі керек. Достар, міне сиропымыз дайын болды. Дайындап алған сиропты өріктердің үстіне жаймендеп осылай құйып шығамыз. Құйып алғаннан кейін оттың астын қойып, қақпағын жауып, қайнағанша қоямыз. Достар, қайнағаннан кейін бетіндегі көбішесін алып тастаймыз. Міне қазір видеода көрсететін боламыз сіздерге. Қайнап тұрған өрігіміздің бетіндегі көбішелерін міндетті түрде алып тастаңыздар. Одан ары қарай мен өрікке ішіндегі дәндерін жарып салдым, өйткені дәмді екен. Егер сіздерде дәндері ащы болса, салмасаңыздар болады. Осылай 10-15 минут жақсылап қайнатып, оттың астын өшіріп, суығанша 3 сағатқа қойып қоямыз. 3 сағаттан кейін тағы да 10-15 минут қайнатып, тағы да 3 сағатқа суығанша қоямыз. Солай 3 рет жасайсыздар. Бұл біздің вареньеміздің түсінің әдемі болып шығуына және де жақсы болып дәм беруіне көмегін беретін болады. Сондықтан міндетті түрде мен айтқан бойынша жасаңыздар. 3 сағат суытып қойып, 10 минут қайнатып, тағы да 3 сағат суытып қойып, 10 минут қайнатасыздар. Міне достар, біздің вареньеміз осылай болып шықты. Дайын болған варенье менде суып тұр. Ыстықтай құя берсеңіздер де болады. Осылай банкамызды алдымен мен парлап алдым, яғни мантываркіде булап алдым банкілерімізді. Қақпақтарды бөлек ыдыста 3-4 минут қайнатып алдым. Дайын болған вареньенің барлығын осы банкілерге құйып шығамыз. Мен осындай кіші банкілер қолдандым. Қалауларыңызша 2 литрлік немесе 1 литрлік банкілер қолдансаңыздар болады. Варенье өте дәмді болып шықты, өзімізге қатты ұнады. Бірден біз 1 банкасын жеп қойдық балалармен бірге. Дәмді болып шыққаны нан батырып жесеңіздер, шаймен қосып ішсеңіздер өте дәмді болады. Қатты тәтті де емес, ащы да емес, өте әдемі дәм болып шығады. Міне түсі де өте әдемі болып шығады. Достар, осы рецептпен міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Осы жерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өйткені алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын сіздермен. Және де әлеуметтік желілерде осы видеомен жақындарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Барлық банкіге міне осылай мен құйып алдым. Вареньелерім осы банкілерге жетті. Сіздер қалауларыңызша 2-3 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Қақпақтарын жапқан кезде қатты қолымызбен бір бұраймыз. Міне қақпақтары жақсы жабылуы қажет. Ашылмайды одан кейін қақпақтары. Міне достар, вареньеміз осылай болып шықты. Қараңыздар, қандай әдемі түсте, керемет дәмімен бізге варенье қатты ұнады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Алда түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.